Каспий педагогика және салалық технологиялар колледжіне биыл 10 жыл. Бүгінде оқу ордасы кәсіптік білім бере отырып, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауда. Жаңаөзен қаласының 50 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келген 10 жылдыққа орай мұнайшы мәдениет үйінде салтанатты шара ұйымдастырылды. Жиынға қала әкімінің өкілдері атсалысты. Толығырақ тілші бейнематериалында. 2008 жылы студенттерге есігін айқар ашқан білім ордасының 10 жылдық мерейтойына орай конференция ұйымдастырылды. Арнайы көрмеде колледждің бетке ұстар педагогтары туралы ақпараттар қойылып, жылдар бойы жеткен жетістіктері көрсетілді. Алғаш рет оқу орнына 81 студент қабылданған болса, бүгінде олардың саны 3 есеге көбейген. Білікті мамандар қатары да арта түсті. Елбасы саясатын берік ұстанған колледждің мақсаты анық, міндеті биік. Кеше ғана Республика президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің кезекті жолдауын ұсынды. Бұл жерде ұстаздың беделін көтеру мақсатында үлкен іс-шаралар алынып бара жатқаны бәрімізге белгілі. Біздің оқу орнымызда осы елбасымыздың бағдарламасын, өкіметтің алға қойған бағдарламаларын орындау мақсатында үлкен іс-шаралар атқарып жатыр. Колледжіміз 2008 жылы ашылды, биыл 10 жыл толып жатыр. Болашаққа бағдар нәтижеге бағытталған кәсіби білім атты конференция аясында семинар өтті. Педагогикалық технология, педагогикалық шеберліктің негізі тақырыбында өрбіген шарада оқыту әдістері айтылды. Топтық жұмыстар жасалып, түрлі тренингтер, пікір алмасулар болды. Кәсіпкер Қалдамановтың осы біздің қаламыздағы кәсіпкер ретінде қосып жатқан үлесі мол деп есептеймін. Себебі жастар балабақшадан басталады. Каспий зияткерлік мектебі бар, одан кейін мамандық алу үшін колледж бар. Бұл жеке кәсіпкер үшін үлкен біздің жастарымызға, Қазақстанымыздың болашағына қосып жатқан үлкен үлесі. Құтты болсын мереке. 10 жыл еңбегі еленіп, ерен еңбек деп есептеймін, көп қиындықтардан өткен болар. Жиын салтанатты шарамен жалғасты. Көгілдір экраннан көрермендерге оқу ордасының тарихы көрсетілді. 2010 жылы балапан бағдарламасы аясында колледж жанынан шағын орталық ашылған. Онымен қоса 2017 жылы Каспий зияткерлік мектеп бақшасы іске қосылды. Аталған нысандар мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, сонымен қатар бастауыш білім беру мамандықтарында оқып жатқан студенттердің теорияны іс жүзінде көрулеріне мол мүмкіндік беруде. Педагогикалық технология, педагогикалық шеберлік негізі тақырыбында семинар коучинг ұйымдастырылды. Колледжіміздің ұстаздары Назарбаев зияткерлік мектебінен жаңартылған білім мазмұны тақырыбында курстардан өтті. Бүгін арнайы пән оқытушылары осы оқытудағы жаңа әдіс тәсілдерді келген қонақтармен, түлектермен өз тәжірибелерін бөлісті. Бас қосуда қала әкімінің орынбасары Сәнім Танаева бірқатар педагогтарды мерекелерімен құттықтап алғыс хатпен марапаттады. Осы жылдар ішінде 1000 жарымға жуық орта буын мамандарын дайындап шығарған колледж ұжымына табыс тіледі. Шарада студенттер концерттік бағдарлама қойып, кештің шырайын келтірді. Айжанат Қазиева, Қаршыға Байтөре, жаңалықтар.